Барлықтарыңызға сәлем, бұл Мәншүк Орынғали. Бүгінгі тақырып бұл әйел адамның киімі, стиль, ағылшынша fashion туралы. Ең соңғы кездері мен осыған үлкен мән беріп жатырмын, және сіздерге өзімнің лайфхак бөліскім келеді. Біз үйдегі бар киімімізді үйреніп қалған тәсілмен кие береміз. Яғни үсті бар, асты бар. Соны біз кие береміз. Ал енді сіз басқаша жасап көріңіз. Барлық киімдеріңізді шкафтан алып, бір жерге қоясыз да, яғни ол үшін сізге белгілі бір күнді, мысалы, сенбі күнін жариялап, таңертең ерте бастайсыз. Барлық киімдеріңізді шығарып, әртүрлі киімдеріңізді киіп көресіз. Айнаның алдында, және үйреніп қалған үстімен, астымен емес, басқа киімдермен араластырып. Яғни сіз басқа бір стильді құру керексіз. Оны құруға болады. Оның құрудың неше түрлі жолдары бар. Бізге міндетті түрде жаңа киімді сатып алудың қажеті жоқ. Бар киімдерімізді реттеу, оларды жақсы көру арқылы, жақсы ұстау арқылы, оларды дұрыс араластырып кию арқылы біз жаңа стильді құра аламыз. Содан кейін біз мысалы далада әдемі қызды, әдемі әйелдерді жақсы киіліп тұрған, өзіне жарасып тұрған әйелдерді көргенде біз өзіміз де солар сияқты киінгіміз келеді. Бірақ айырмашылығы бір нәрседе. Ол әйелдер ол үшін әдейі уақыт жариялайды. Яғни олардың әдейі соған арнап уақыт алады. Ал біз оған уақыт таппаймыз. Екіншіден, бұл әйелдер өзінің бар киімдерін ұқыпты жақсы ұстайды, жақсы көріп ұстайды. Ал біз кейде өз бар киімдерімізден гөрі жаңа киімді сатып алуға тырысамыз. Осы айырмашылық. Үшіншіден, біздің осындай дұрыс емес, басымызда осындай ой бар, установка. Егер менде жаңа киімдер болмаса, онда менің шкафымда дәл қазір киетін киімім жоқ. Бұл установка. Өйткені біздің шкафта барлық керек киімдер негізінен бар. Олар жоқ емес, бар. Олардың барлығын шығарып қарап көрсеңіз, уақытыңызды алып, негізінен неше түрлі әдемі киімдер шығара аласыз. Содан кейін тағы да бір лайфхак, ол кешке таман ұйықтар алдында әртүрлі YouTube-тен стиль, киім туралы басқа осы салада өте жақсы профессионалдардың кеңестерін тыңдап отыру. Олардың қандай киім киетінін қарап отыру, қалай олар ұйымдастырады. Және де өте жақсы кеңес, ол өз-өзіңізге Телеграмда канал ашып, өзіңізге ұнайтын стильдерді Pinterest немесе Google'дан немесе басқа жерлерден жаңағы алып, суретті сол жерге сақтау. Яғни келесі жолы сіз шопингке барып киім алар алдында сол суреттерді қарап, қай суреттегі киім сізге жарасар еді, қайсы сізге әдемі болып тұрар еді. Яғни соны іздеп киіп көру. Тағы бір лайфхак, ол мынандай 3 сөзді өзіңіз үшін түсіну. Сіз өзіңіздің бүкіл киімдеріңізді шығарасыз шкафтан және қарайсыз, қандай түстегі киімдер сізде өте көп. Яғни қандай түс сізге шынымен де ұнайды. Яғни сіз бүкіл киімдеріңіздің ішінде әрине бір бөлігін өзіңізге реттеп аласыз. Бұл менің ең ұнайтын сүйікті киімдерім деп бөліп аласыз. Сол киімдерді қарайсыз да қандай түс жиі кездеседі. Мүмкін айтайық қызыл түсті киімдер сізде көп. Яғни сіз үшін, сіздің жеке личность сіз үшін қызыл түс сізге ұнайтын болып тұр. Яғни ең бірінші стильде сізге қызыл деп жазып қоясыз. Екіншіден, сіз барлық киімдеріңізді киіп көрген кезде айнаның алдында өзіңізге қандай киімнің стилі ұнайды. Мысалы, неше түрлі киімнің стильдері бар. Классика, еркін комфорт киімі да, комфортный киімдер. Әлде әйелдер бар, ұзын юбка киген жақсы көреді. Мысалы, әр уақытта да көрсеңіз, әртүрлі ұзын юбкаларды киеді. Кофтамен. Олардың стилі өзіне сол юбкамен байланысты. Яғни екінші сөз, ол сіздің стиліңіздің аты болу керек. Үшіншіден, сізге осы киімдерді қалай киюдің әдісі ұнайды. Сол сөзді өзіңізге жазасыз. Мысалы, жаңағы айтқан, мысалы, қызыл, классика және еркін стиль.
Яғни сіз осы 3 сөзді өзіңізге жаттап аласыз, және әр уақытта да бұл 3 сөз сіздің стиліңіздің ең негізгі 3 сөз деп айтуға болады. Яғни кез келген жерге барған кезде, шопинг жасаған кезде сіз ойлайсыз, маған қызыл түсті киімдер керек, маған классика, мен осыларды жиі киемін, маған ұнайды. Яғни сіз сол бағытта киім сатып алсаңыз, яғни ол киім шкафта қалмайды, ол міндетті түрде киіледі. Әрине, ең соңғы лайфхак, кимейтін, ұнамайтын, кішірейіп қалған киімдерімізді лақтырамыз. Яғни лақтырамыз, басқа біреулерге береміз. Яғни өз шкафымызды, мен өзімнің сіңлім айтқандай, капсул шкаф ретінде, капсул гардероб ретінде құру. Капсул гардероб деген, ол сіздің шкафыңызда толып тұрмайды киімдер. Оның ішінде тек қана сізге ең маңызды, керек, күн сайын қолданатын 11-12 киім. Және ол киімдер бір-бірімен оңай киіледі. Яғни сізде бір джинсы бар, сол джинсы сіздің жаңағы пиджакпен, сіздің жаңағы тұрған кофтамен бірге киіле береді. Тағы да бір ең соңғы лайфхак, ол біз киімді таңдаған кезде біз көбінесе арзан киім алуға тырысамыз. Өйткені арзан киімді алу арқылы біз бірнеше рет басқа түрлерін сатып алуға мүмкіндік ашылады. Егер сіз бір рет жақсы, жаңағы качественный, қымбат киімді алсаңыз, ол қымбат болғандықтан ол киімді сіз ұзақ ұстайсыз. Өзіңіздің комментарияңызды міндетті түрде қалдырып кетіңіз. Не ойлайсыз? Сізде қандай лайфхак бар? Мүмкін астына жазып жіберіңіз. Мен оны оқимын, міндетті түрде өзімнің өміріме де қолданатын боламын. Көп рахмет.